Ассалаумағалейкум, құрметті қала қонақтары, палуандар. Бүгін міне Арқалық қаласының 70 жылдығына арнайы қазақ күресінен Қостанай қыраны 2026 облыстық турнир өтіп жатыр. Жеңген палуандар осы жерде Қазақстан барысы республикалық турнирінде Қостанай облысының намысын қорғайды. Бұл жерде Торғай өңірі, сіздер өздеріңіз білесіздер, күреске жақын болғаннан кейін қаншама халық келіп тамашалап осы күрес өнерімізді тамашалап жатыр. Ұлттық спортымыз осылай дами берсін. Арқалық қаласы әкімдігіне осылай қолдау көрсетіп жатқан және де Қостанай облысының дене шынықтыру спорт басқармасына алғысым шексіз. Осындай ұлттық спортты сақтап, кіші буынға осындай үлгі болып жүре берсін. Алла қаласа осы турнирде ең мықты жеңімпаз шығып, облысымыздың намысын биік шыңда бассын. Келесіде сұрақ. Осы жеңімпаздар Қазақстан барысына қатысады. Қазақстан барысына бір болмаса 2-3 орындарға алуға мүмкіндік бар деп ойлайсыз ба? Әрине мүмкіндік бар. Былтыр біздің палуандарымыз 3-ші айналымға барды. Барлығы да басқа палуандармен белдесіп, өздерінің мықты екенін Қостанай облысының Торғай танымдары Тобыл өңірінде, Торғай өңірінде біздің палуандарда Қазақстан барысы болатыны екеніне бір дәлелін былтыр үлкен республикалық турнирде көрсетті. Биыл үмітіміз үлкен зор. Алла жаса Қазақстан барысын осы биыл Қостанай облысына алып келеміз. Кімдерден үміт етесіз? Енді Алла қаласа бұл жерде соқыр жеребе болды. Соқыр жеребеде бұл жерде ең үміт осы Қостанай облысының намысын қорғап жүрген палуандар Жұмағали, Алмас, Қабылан, Нұрсұлтан, Жақсылық, Бекзат барлығы бір топқа түсті. Және де екінші топта Жиентаев, Талғат, Ағыбай, Шахнияз тағы да басқа палуандарымыз өнер көрсететін болады. Одан кейін енді бір Алла біледі кім дайындығы мықты, солар жеңіске жетеді деген ойдамыз. Бақша болмайды дейсіз ғой? Оған еңбек ету, еңбексіз де болмайды. Жоқ, негізгі рахмет.